Мына адамның өміріне көңіл бөліңізші. Адам не үшін өмір сүреді? Енді қазір көпшілік жігіттер былай деп айтар: әлбетте Аллах адамды құлшылыққа жаратты деп айтар. Бірақ енді одан төменірек түсейікші. Не үшін өмір сүреді? Өмірінің алға қойған мақсаттары не? Тамақ қой. Білесіздер ма? Қазақта сөз бар: қара қазан мен қара баланың қамы ғой дейді. Осы жердегі жүрген көпшіліктің барлық сондай, имамдардан бастап, имам емес адамның барлығын есептейсаңыз, қара бала менен қара қазанның қамы дейді. Қара бала деп енді Қазекең жұмсақтау айтқан, енді оның ішінде келіншегін де қосады енді. Қара қазан деп адам өзінің тамағын айтты. Қанша дүние тапсаңыз да тамақ жей алмасаңыз, оның рахаты болмайды. Бір ұстазым айтады: Мысырда бір жиында отырсан, бір атақты әнші дастархандас болды дейді. Әлгі кісінің әнін миллиондап адамдар тыңдайды, суретін жүрегінде сақтап жүреді. Дастархандас болып отырсам, әлгі кісі жұртқа күледі, бірақ жүрегінен мұң байқалады. Қарап отырып, сол мұңын ашқым келіп айттым дейді. Көп адамдар бар, сыртқа жүнін қампайтады, өзінің аштығын білдірмейді. Осылай емес па десем, дұрыс айттыңыз деді дейді. Сөйтіп ішіндегі шерінің бірін былай деді дейді: таңертең мен жұмысқа барам. Бара жатқанда көліктердің кептелісінде тұрған кезімде бір нәрсені байқаймын. Мына пәлен деген көшенің бойында көп кептеліп тұрып қалам. Сол жерде тұрғанда көшенің бұрышында фасольден жасалған тамақтар сатады. Оған бару оған ұят болады. Сол жерге жағдайы нашарлар келіп тамақ алады. Соны күніге бір жігітті көрем дейді. Қара жігіт дейді, еңгезердей. Келеді да тиынын зорға санап береді да тамақ береді. Әлгі адам тамақты құмарланып жейді. Сөйтіп бетін сипап альхамдулилля деп айтады. 2-3 минут тұрам, сол 2-3 минутта тамағын жеп болады дейді. Сөйтіп бет қолын сүртіп жұмысына әрмен қарай кетеді. Сол кісі енді қара жұмыстың адамы дейді. Сол кісіге қызығып қарайым дейді. Неге екенін айтайын ба дейді. Алла Құдай маған сондай дерт берді. Тамақ жей алмаймын дейді. Күніге $500 укол салдырам дейді таңертең. Кешке келгенде тағы сондай укол салдырам дейді. Сонда да тамақтың ішінде жеуге болатынын ғана жеймін дейді. Сөйтіп айтады: құрметті имам, не деген қапаста өмір сүріп жүрмін. Дүнием бар, сөмке ақша жатыр үйде. Қалтамда 5-6 банкының кітапшалары бар. Бірақ соған рахаттанып тамақ жемегесін оны қайтемін дейді. Не қыламын дейді. Сүйген тамағымды барып жеп, қарным тойғасын, рахаттанып, кекіріп, Алла Құдайға шүкір айтқанға не жетсін деді дейді. Қараңызшы.